үшін дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқа, сметана, қант, бөлме температурасындағы сары май, сода қосып миксерлейміз. Содамыз міндетті түрде уксуспен гастетілген болу керек. Бір келкі масса болғанда ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Егер қамырыңыз қолға қатты жабысатындай болса, сәл ұн қосуға болады. Аршып тазаланған алмамызға 100 грамм қантымызды салып, араластырамыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін жайып, формамызға саламыз. Формамызға салмамызды саламыз. Қыздар, бізге міндетті түрде қызыл алма болу керек. Өйткені қызыл алмадан сок аз бөлінеді. Егер сіз сары жасыл алма алатын болсаңыз, олардан сок өте көп бөлінеді. Қамырыңыз влажный болып кетуі мүмкін. Қамырымыздың екінші бөлігін алып, жаямыз. Бетіне оформление жасаймыз. Сәндеулеріңіз өз қалауларыңызша. Мен 2 қамырдан алып, өрім сияқты қылып жасадым. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Неке біздің пирогымыз осылай шықты. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Градусы уақыты өздеріңіздің пештеріңізге де байланысты. Жиегін әдемілеп өстіп ораймыз. Астарыңыз дәмді болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.